Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Мынау менің алғашқы компьютерде түсіріп жатқан видеом. Және де сендерге сразу айтайын, мына проект деген енді топ екен. Грасс естеріңде ғой, Грасс. Мен былайынша айтқан кезде бір ай бойы былай кірер кірмес анда-санда кіріп жүрдім. Соның өзіне бір 28-25 доллардай берді. Жұрттар енді бірінші сезоннан бастап істегендер где-то 3000-4000 доллардан тапты ғой. Мынау дәл сол сияқты, және де бұл одан мықты екен. Не үшін десеңіздер, қараңыздар. Міне твиттерна кіреміз. Бұл бір ай болды, бір айдан енді асты. Уже міне 281 мың адам. Бұл да адам аз, тапылкадағыдай адам көп емес бұл да ше. Ол бір. Екіншіден қараңыздар. Бұл қызметі сіздің интернетіңіз бар ғой, жылдамдығы. Сол мысалға сізде пәленбай мегабит секунду болса, соның қаншасы артық, соны неше түрлі проекттарға таратып тұрады, жылдамдығын бөліп ше. Және де искусственный интеллекттер бар, вот соларға бөледі. Қараңыздар, мынаны Multicoin Capital, мынау Sequoia Capital, Pantera Capital, мына екеуі номер один, былайынша айтқан кезде топовый проекттер, который спонсор болатын постоянно. Бұлар, короче, спонсор болса уайымдамасаңыздар болады. Бірақ бұл жерде қанша ақша бөлгендерін жазбаған екен. Мына сайтқа кіреміз, көреміз, қараңыздар. Gradient Network'қа кірдік, қараңыздар. Бұл жерде мына Solana'ны көрдіңіздер ғой, бұл Solana'ның сетінде жасалып жатыр. Және де бұлардың твиттерына Solana'ның өзі подписаться еткен. Получается, көріп тұр болашағы бар екенін, және қолдап тұрма бірдеңесі бар. Өйткені көбінесе проекттер Solana'ның сетінде шыққан кезде Solana подписка жасай бермейді. Одан кейін міне мына сайтқа кіріп тексеретін болсаңыздар, Dropstopқа міне Tier 1 көрдіңіздер ма? Tier 1 міне Multicoin Capital, Sequoia, бұл Қытайдың енді номер один спонсорлары, былайша айтқан кезде. И Pantera, бұл да одан кейінгі уровеньдағылар. Мына екеуі жалпы бар болса, в общем, смело уверен болуға болады. Енді не істейміз? Мына жерге кірдіңіз, join, тіркелу. Бұған тіркелу де қиын емес. Мысалға, допустим, қандай почта бар менде? Мен тіркеліп қойғам ғой. Тіркелу өте оңай, қиындығы жоқ. Мен қазір күте тұрыңыз, мен сіздерге қалай тіркелу керегінен бастап тұрып көрсетейін, Так. Менде артық почта бар. Сол артық почтамен ұрып жіберейін, Артық почта. Міне, басасыз, почтаны жазып. И мына жерге міне реферальный кодты жазсаңыздар, міне реферальный код мынадай, мынау. Жазып қоям сіздерге. Мына реферальный кодты жазатын болсаңыздар 3000 очко береді XP point. И плюс 2% көп табатын боласыздар жалпы. Жазасыз, пароль ойлап табасыз. Парольда сан және бір әріпі дәу и қалған әріпі кішкентай болсын. И одан кейін бір леп белгі ма, бірдеңе қойыңыздар. И келісем дейміз да, sign up. И почтадан бізден сұрайды. Почтаға код кетті. Ол кодты жазамыз қазір. OTP, OTS. Тіркелдік міне. Бұда да тура Грасстағыдай өзінің нодасы бар, программасы, приложениясы. Open Dashboard басамыз. Міне. Егер твиттеріңізді жалғасаңыз, бірінші твиттерді браузермен кіріп аласыз, одан кейін мынаны басып, твиттеріңізді жалғайсыз, және подпис жасайсыз. 1000 очко XP береді. Және де міне кіре салғаннан кейін мынаны басасыздар. Міне өзінің Chromeға арналған міне приложениясы тұр, нодасы. Пока что тек Chrome'да істейді, кейін Mozilla, Firefox соларға қосылады, Operaға. Кірдіңіз, в данный момент мен кеше түсірем деген видеоны істемей тұр. Былайынша айтқан кезде
технический обновление болып жатыр деді. Мен өзім неге техподдержкамен сөйлескем дискордта. Мен кеше түсірем деген кезде қарайым, міне обычно кіргеннен кейін мына жерде планета шығу керек. Менің планета шығады да, міне, и осы жерде мына точка көрсету керек. Точка көрсетіп интернет істеп тұр деп, и дальше мына жерден очколар басталады. Бірақ в данный момент істемей тұр. Сіздер кіргеннен кейін бағана кодты жаздыңыздар ғой, жазғаннан кейін, реферальный кодты жазғаннан кейін, міне қараңыздар, бронзовыйға сразу бір-ақ өтесіздер ғой, міне темірден қолаға, одан кейін жайлап жинап күміске, алтынға, платина и даймонд дегенге өтесіздер. Үстіп жинап тастауға болады. Қазір бұл в данный момент міне сезон 0 бета тестирование, сезон 0-да бұны күніге кіріп қалдырмай всегда қосып қою керек. Одан кейін бір аккаунтпен, егер сіз үйіңізде компьютер бар, үйіңізде кіріп қойдыңыз, жұмысқа барсаңыз, жұмыста компьютер болса, то же самое, бір аккаунтпен кіріп қойсаңыз болады, ол жақта да істеп тұра беретін болады. Ноутбук болса, ноутбукпен, туысқаныңыздың үйіне, барлық жерге қосып кете берсеңіздер болады. Жалпы бағанағы приложениені установить еткен кезде мына жерде көріп тұрсыздар ғой, міне осы жерде тұрады. Мен мынаны закрепить деп қойсам, міне мына жерден шығады, көрдіңіздер ма? Мынау сіздерде мынау болмауы мүмкін. Ол кезде мына жақтан расширение деген басып, мынаны басып тауып алсаңыздар болады, түсіндіңіздер ма? Жалпы осы бұл бірінші осыған ұқсайтын проект. Құдай қаласа тағы да салам. Бірақ мынадан қап кетпеңіздер, көрдіңіздер ғой спонсорлар қандай мықты екенін. Так что мынандай тема бар. Одан кейін мына YouTube-қа тіркеліп қойыңыздар. Мен YouTube-қа түсіріп жатырмын негізі мына видеоны. Көрейші YouTube-та жүргізіп деп жатқаным ғой. Все, жақсы, сау болыңыздар. Құдай қаласа осы проекттен бір $3-4 істеп алсаңыздар, мен де қуанам. Бәріміз ақша табайық. Основном қазақтар бұндай проекттерге қатыспайды и ақша тауып атқан жоқ көбісі. Бәрі тапалкаға кіріп алған. Тапалкада да беріп жатыр, бірақ енді уақытта көріп отырсыздар ғой, адамдар не деген адам көп, пәленбай миллион адам кіріп кетеді ішіне. Ал бұндай проекттер бос қалып жатыр. На самом деле именно осындай болған бұрында дроптар бар ғой. Қазіргі тапалка сияқты емес, осылай сайтқа кіресің, тапсырма орындайсың. Сөйтіп біз былайынша айтқан кезде қолданып жүргенбіз. Бұл енді оңай түрі ғой. Қиын түрлері бар енді. Оларды да түсіре бастаймын, жақсылар шығатын болса. Все, жақсы, сау болыңыздар. Группаға кіріп, чатқа кіріп, чатта активный болып отырыңыздар. Неше түрлі ойындар ойнату бастаймын егер бір активный темалар болып жатса.